Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге гүл қуырдақ деген тамақ көрсетемін. Ол үшін ең алдымен мынау қуырдақтың өкпесін осылай майға қуырып аламыз. Ең бірінші өкпені саламыз да, одан кейін турап дайындап қойған етімізді осылай салып, араластырып, кішкене қатты қайнағаннан кейін өзі сөлі шығып қуыруға қоямыз. Енді етіміз қуырылғанша бір дөмалақ нанымды илеп қойдым. Оған шейін жаңағы гүл мантымның ішіне осындай салмасын дайындаймын. Ол үшін бізге бір сәбіз және үлкендеу бір картоп қажет. Соны осылай етіп үккіштен өткізіп аламын. Міне сәбізімді өткізіп болдым. Енді картопымды үккіштен өткізіп жатырмын. Осылай барлығын екі зат өзі қажетті, соны үккіштен өткізіп аламыз. Міне үккіштен де өткізіп болып қалдым. Енді одан кейін құрамына бұрыш және тұзымды салып, дәміне қарай мөлшермен саластыр, және 2 ас қасық сұйық май құйдым. 2 ас қасық сұйық май құйып алам да, барлығын араластырып, салмамды дайындап қойып қоямын. Міне. Әбден жаңа тұзын, бұрышын барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Осы салманы қазір мантымыздың ішіне салатын боламыз. Бұл салмасы жеңіл, будап пісіретін болғандықтан қуырдақпен бірге тез піссін деп осы картоппен сәбізді пайдаландым. Енді оған шейін жаңағы етім қуырылып жатыр. Алдын ала суға салып аршып қойған картопымды осылай ірігілт қылып турап дайындап қойдым. Мінекей. Өте сақтап қажетті жоқ, өйткені біразырақ қайнайды. Енді осы қуырдаққа қосатын сәбізім және жуам. Енді жаңағы илеп қойған нанымды сып алдым да, осы нанға осылай май жағып шықтым. Барлық жеріне шөткімен біркелкі етіп май жағып шығыңыздар. Майымызды асықпай жағып аламыз. Барлық жеріне сіңіп тұру керек. Барлық жеріне де жеткізіп майды, сұйық майды жағып шығамыз. Енді осы май жағылған қамырымызды осындай көлемде бөліктерге бөліп аламыз. Енді осыны ортасынан тағы бөлеміз. Енді қазір сіздерге осы 1-2 мантының оралуын көрсетіп жіберейін, гүл мантының. Мінекей. Дайындап қойған салмамызды салып, орап аламыз. Бірінші жартысына саламыз да, келесі бетін қайтарып, міне, бүктейміз. Енді шетінен бастап ораймыз. Бұл жерде жаңағы начинкасын ертерек жасап қойдым, салмасын ертерек жасап қойып жатқан себебім, кішкене су шығады, тұздағаннан кейін сол суы шығып кетсін деп, былжырап кетпесін деп, алдын ала осылай турап қойдым. Мінекей, қазір 2-3-еуін көрсетемін сіздерге. Ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы тамақты ұсынған кезде де тамағыңыз өте әдемі көрінеді, сәнді. Және бұл құрамында ішіндегі салмасы тез пісетіндіктен осылай жасадым. Мінекей. Осылай жиегін жапсырыңыздар, астың жағынан және үстің жағынан бекітіп жапсырып қойыңыздар, сонда жан-жағы ашылмай піседі. Және осылай гүл тәріздес нандарды, қамырымызды осылай қайырып қоямыз. Сол кезде роза гүлге ұқсап шығады. Гүл манты деп аталып отқаны да сол бұның. Мінекей. Егер де осы менің каналымда жасап жүрген тамақтарымыз сізге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен сіздерді каналымда күтем, маған қолдау жасаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Және барлығы да қолжетімді, өте бір қиыншылығы жоқ, жасалу жолы да оңай. Кез келген келіншектің қолынан келеді, жасап көріңіздер сіздерде. Мінекей. Енді жаңағы етім қуырылып болып қалды, осы жерде мен жуамды салып қуырып жатырмын.
Манағы басып қойған отымды кішкене енді күшейттім. Дұрыстап барлығын араластырып, қақпағын жауып қойдым. Міне, пиязымыз да қуырып болды. Енді кезек сәбізде. Сәбізімді салып, бұны да араластырып қуырып аламын. Сәбізім де қуырылып болды. Енді түрлі дәмдеуіштерді қостым. Бұның құрамында бұрыш, кориандр бар, паприка бар, кепкен тәтті бұрыш бар. Енді оның бетіне картопын салып, оның тұзымды және дәмдеуішімді септім. Бұған міне көрдіңіздер, шай кесемен 1 кесе ғана су құйып, одан кейін жаңағы дайын болған гүл мантыларымды қойып шықтым. Енді бұл жерде бір қатты қайнатып аластады. Қақпақтың бетіне осылай салафанды жауып, ақырын басып 25 минуттай пісіріп аласыз. Мінекей, тамағымыз дайын. 25 минут уақытымыз өтіп кетті. Буы бұрқырап, иісі бұрқырап, ыстық тамағымыз дайын. Бұны салатын кезде ең бірінші бетіндегі мантыларыңызды бөлек бір ыдысқа салып аласыздар. Қазір өйткені бұны тамақтың бетіне саламыз ғой. Сол кезде бетіне салу үшін бөлек ыдысқа қойып қоямыз. Міне бір-біріне жабыспаған ешқандай да. Сол қалай салдым, сол қалпында бәрі де жақсы пісіп шықты. Ыстығын-ай. Енді дайындап қойған тәрелкемізге тамағымызды салып аламыз. Бұл етті әдейі тұздамай тоңазытқышқа қатырып қойғам. Негізі бұл жаңа қуырдақ сияқты жасайтын болсақ, еттің тұздалмаған дұрыс. Себебі өзінің сөлі шығып қуырылған кезде. Міне қараңыздар. Өте дәмі де өзгеше болады. Қуырдақтарыңыздың. Солай жасаңыздар. Міне қуырдағымның бетіне енді гүл мантыларымды салып әсемдеймін. Кішкене еттерді төменіне қарай қойып, жинақтап осылай. Енді мантыларымызды салатын боламын. Адамның тәбетін ашатын кереметтей тамақ болды. Сіздер де жасап көріңіздер, барлық жанұя мүшелеріңізге ұнайды деп ойлаймын. Ас болсын. Менің каналыма тағы да айтарым, қолдап, лайк басып кетіңіздер.